Bayqаңыздар, тез етіңіздер. Әке. Таңыз, сізге ары қарай кіруге болмайды. Бәрі жақсы болады, сабыр сақтаңыз. Осында күтіңіз. Майра. Кешіріңіз, Майра сіз ғой, ә? Иә, әкем қалай болды, ота жақсы аяқталды ма? Иә, бәрі жақсы. Сізді бас дәрігер шақырып жатыр. Кіріңіз. Майражан. Саламатсыз ба? Келіп отырыңыз. Қысқасы әкеңіздің отасы аяқталды. Сәтті аяқталды ма әйтеуір? Сәтті болғанда Майражан миына қан өте көп кеткен. Ол кісі қазір комада. Сіз жыламаңыз. Майражан, сіздің әкеңізді аман қалуға болады. Бірақ енді ол үшін кішкене былай сіз мені түсініп отырсыз ғой. Сіз мені түсініңіз. Ауруханада аурулар өте көп, Майражан. Олардың бәріне деген бірдей қарау мүмкін емес. Дегенмен де соның ішінде бір ауруларға ерекше қарап, көңіл бөліп жазып алуға болады. Мысалы, сіздің әкеңіз. Ол үшін мен не істеуім керек? Қысқасы, сыйақы жасасаңыз, сіздің әкеңізді аяқтандыруға уәде беремін. Болмасам, бір Құдайға тапсырамыз. Өзіңізді түсініңіз. Сіздің әкеңізді аяқтандыру үшін Майражан өте көп жұмыс жасау керек. Көріңіз енді. Мен түсінбедім. Бұл аурухана емес па? Сіз дәрігер емессіз ба? Кешіріңіз. Майражан, әкеңіз оянған кезде бір хабарын береміз. Әзірге сау болыңыз. Рахмет. Қанша? Алло. Дана, қалайсың? Дана көмегің керек болып тұрады. Маған ақша тауып бере аласың ба? Майра, өзімде де ақша болмай тұр. Кешірші жаным. Білесің ғой жұмыстың тоқтап тұрған Майражан. Майра, ақша болмай тұрады. Майра, ертелік хабарласпапсың да, кеше біреуге ақшамды беріп қойып ем. Майра, қазір қолым тимей жатыр еді, кейін хабарласайыншы.
О, Майра кел капты ғой. Қалай жағдай Майра? Денсаулық жақсы ма? Қазір. Ал, айта бер қызым. Бірақ тезірек айтшы. Көке, әкемнің жағдайын естіген шығарсыз. Я, өте жаман жағдай болыпты. Ай, бейшара ай. Көке, маған ақша керек. Көп ақша. Сіз әкемнің туыс ағасысыз ғой, көмектесіңізші маған. Иә. Қазір Майра түсінесің ғой. Ақша табу оңай емес. Қалтамда мәдеп бере салатын ондай ақшам да жоқ. Түсін мені. Оның үстіне қазір өзіміз де банкротта тұрмыз. Жақсы, сау болыңыз. Әке, сіз шай іше беріңіз, мен колледжге кеттім. Бізде сессия басталған еді. Жақсы қызым, тек абай бош. Түсіндім. Жұмысыңда бәрі дұрыс па әйтеуір? Бәрі жақсы. Менің айтқандарын ұмытқан жоқсың ба? Әкетай, ұмытқан жоқпын, ұмытпаймын да. Сіз ең алғашқы рет жұмысқа тұрғызған кезде пара алма, жемқорлыққа жол жоқ деген болатынсыз. Мен сіз жерге қаратпаймын, әке. Жақсы, ұмытпа. Есіңде болсын. Сенің жаман жолмен әкелген наныңды мен жемеймін. Одан да өлгенім артық. Өліп кетсем де парақордың әкесі болып өлгім келмейді. Алло, саламатсыз ба? Мен сіздерге жемқорлық бойынша хабарласып тұр едім. Алып кетіңдер. Майра деген сіз бе? Я, бірақ барлығы анонимді түрде болады дегеніңіз қайда? Қорқпаңыз. Бәрі уәде еткендей. Ол сіз екеніңізді мүлдем білмейді. Айтпақшы, Майра, сізге айтарым, сіз ешқандай да теріс әрекет жасамадыңыз. Керісінше, еліңіздің алдындағы азаматтық парызыңызды орындадыңыз. Біз бәріміз қосылып, парақорлықтың қолын кеспесек, еліміз алға қарай қарыштамайды. Сондықтан да сізге үлкен рахмет. Айтпақшы, әкеңіз бүгінден бастап мықты дәрігерлердің қарамағында болады. Жазылып шығатынына еш күмәніңіз болмасын. Одан соң, әкеңіз оянған соң біздің атымыздан үлкен сәлем айтарсыз. Сіздей адал қызды тәрбиелеп өсірген үшін
біздің атымыздан мың алғыс дерсіз, жарай ма? жарайды. Жақсы, сау болыңыз.